аналар, әжелер, сіздерді 8-ші наурыз әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады видеть вас в этот прекрасный праздничный день. Всех представительниц прекрасного пола мы поздравляем с праздником весны. Біз бүгін сіздерге қызықты бағдарлама дайындадық. Бүгін сіздерге ән, би шырқалады. Сіздерді тағы құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сегодня мы приготовили для вас необычный весенний букет из поздравлений. Это будут песни, танцы. И сейчас вас поздравят самые маленькие, самые прекрасные представительницы женского пола, младшая группа клуба элегантных танцев. Мы маленькие звезды. Құттықтау сөз Көкпекті ауылының әкімі Досмаков Айнұр Төлеуханұлына беріледі. Құрметті аналар, осындай үлкен өзінің статусы бар дүниежүзілік мерекемен барлықтарына құттықтағым келеді. Сіздерге зор денсаулық, амандық. Міне балалар бүгін қандай тамаша концерт өткізіп жатыр. Біздің өзіміздің ұжымдарымыз бар. Бұның барлығы көңіл, бұның барлығы бақыт. Әрбір анаға балаларын осындай концертке көріп тамашалап жатқандары. Мен де өте қуаныштымын осыған. Сол себеппен барлықтарыңызды осы мерекемен құттықтағым келеді. Зор денсаулық, амандық, жақсылық. Осындай жақсы мерекеге бәріміз де қатыса берейік. Уважаемые наши женщины, хотелось бы поздравить сегодня с международным статусом, с 8 марта. Пожелать вам счастья, здоровья. Видите, небольшое помещение пока временно, хочу заметить, значит, окружает такой концертной программой. Наши дети выступают, мы радуемся. И это неплохо, это очень даже замечательно. Спасибо то, что участвуете, спасибо то, что вы даете такую большую радость. И с праздником, уважаемые женщины, поздравляем. Счастья, здоровья, больших успехов. Ну все, еще много-много можно пожелать. Но главное, чтобы вы были здоровы. Көрмесімен таныстырғым келеді. Сіздер білесіздер, біздің кітапханада өте көп кітаптар бар. Сол аналарға, әжелерге арналған кітаптар бар. Біз бүгін мына Дина Нұрпейісова туралы Асем Қоңыр, біздің әжеміз, көптеген күйлері жазылған. Және Роза Бағланова туралы біздің бұлбұлымыз, осы кітап Роза Бағланованың әндері туралы, Роза Бағланова туралы осы кітаптан оқуларыңызға болады. Дорогие мамы, поздравляю вас с праздником. У нас в библиотеке есть книги и на русском, и на казахском, даже есть книги на английском. Можете прочитать книгу «5 ступеней общения с ребенком». Очень интересная книга, воспитание ребенка, внучек. Можете прийти прочитать. Сағына ананың сабақтары жаңа балаларды тәрбиелеуге арналған өте жақсы кітаптар бар. Және де кітапхананы халықаралық әйелдер күніне мынандай анамыз 100 жасасын атты жаднама келіп оқуларыңызға болады. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. С праздником вас! Наурыз бүгін күн ғажайып, ақын достар қыздарға жыр жазайық. Бүкіл әлем шаттықтан тұратындай, жер бетінен кеткенде мұңда азайып.
болатында, сыр болатында, нұр болатында әйелдер. Сағымда болар, бағыңда болар, жарыңда болар әйелдер. Әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге, әйел дастан, әйел жыр, гүл сыйлайық әйелге. Әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге, әйел намыс, әйел ар, гүл сыйлайық әйелге. Арайлы күнде, жайнаған гүлде, өмірде бірге әйелде. Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки, веселый глаз, лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе голосами своими поддерживают нас, лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе. Зиновка, заслышав голосок, помню я забытое свидание, три жердочки березовый мосток, над тихою речушкой без названия. Прошу тебя, час розовый,